ішке күннің сәулесі түспейді, сол кезде бұл жерде гүл бүршіктер қалыптаспайды. Біріншіден, екіншіден ағаш өзіне сенімді болады, өсуіне сенімді болған кезде, ол мықты өсіп жатқан кезде бұл жеміс беруді ойламайды жеміс ағаш. Біздің мақсат осы жеміске кіргізу ғой, жеміске қалай кіреді, одан кейін бұлардың өсуі де бәсеңдейді. Әйтпесе оған дейін бұл жеміс аз болған сайын өсе береді, өскен сайын жеміс аз бола береді. Ол бір-бірімен байланысты. Одан кейін, одан төмен орналасқан мынаны кесеміз. Міне, бұлардың ешқандай да бізге қажет жоқ. Алма, алмұрт ағаштарында келесі жылға гүл бүршіктерін қалыптастыру. Жеміс ағашында сондай бір жағдай бар. Кейбіреулер биыл жеміс болмаса жеміс ағашында, ол ағашты күтімсіз қалдыруы мүмкін. Бірақ та ол өте қате нәрсе. Өйткені биыл дұрыс күтім болмаса, келесі жылы сіздерде тағы да жеміс болмайды. Сол сияқты жеміссіз жылдар кете береді. Сондықтан да егер де бір жыл сіздерде жеміс ағаштары ешқандай гүл ашпай, жеміс бермей қалса, оны күтімсіз қалдырып қоюға болмайды. Сол жеміс бермеген жылы да күтім қарау керек, сол кезде келесі жылы бізде жеміс жақсы болады. Бір жыл алдыға қарай кішкене стратегиямен жұмыс істеу керек. Бұл жерде жеміс ағаштарында кішкене сондай ерекшеліктер бар. Сондықтан да мына жерде енді жемісі жоқ ағаштың мысалында мен сіздерге көрсетейін, қандай келесі жылға гүлдің бүршіктерін қалай қалыптастыруымыз қажет, және де ол қалай көрінеді, олардың көрінісі қандай болады. Мынау тұрған бізде 3 жылдық, 4-ші жылға қарап кеткен алма ағашы, әлі бізде бұл жерде ешқандай жеміс жоқ, бірақ та гүл бүршіктері қалыптасып жатыр. Бұл жерде гүл бүршіктерін көрсететін болсақ, келесі жылға мына қалыптасып жатқан гүл бүршіктері мына ұштары томпақ, өте жуан болады. Осындай бүршіктерді біз көптеп қалыптастыруымыз қажет. Міне, мынау тұрған бүршік, мынау тұрған бүршік, бұлардың бәрі гүлдің бүршіктері. Мына жақтарда да бар. Бастар ұш жағы жуан болады, және де қысқа болады. Сол сияқты бүршіктерді көптеп қалыптастыруымыз керек. Мынау сияқты жуан жоғары кеткен мынау сияқты мынандай бұтақтарды емес. Сол кезде келесі жылы бізде гүлдің ашуы молынан болады. Міне тұр, гүл бүршіктері осы сияқтыларды көп қалыптастыруымыз қажет. Енді осы гүлдің бүршіктерін қалай қалыптастырамыз? Мына тұрған жас алма ағашы, әлі бұл жерде ешқандай жеміс жоқ. Биыл 3-ші, 4-ші жылға қарай кетті бұл ағаш. Келесі жылы гүлдеп жеміс беруі мүмкін. Қарасаңыздар, міне ерте көктемде кесу жұмыстарында мен сіздерге көрсеттім. Мынау төменгі ярустың бұтақтары бар. Мына жерде жан-жағына қарай кеткен 4 бұтақ бар. Біреу, екеу, төртеу, бесеуге дейін әдетте біз қалдырамыз. Одан кейін ортаңғы мына жетекші бар, лидер, ол тігінен жоғары қарай кетіп тұр. Осы жаз күнінде кескен кезде қай бұтақтарды кесеміз, сол туралы мен нақты қазір мәлімет бергім келіп тұр. Мына енді төменгі ярустың бұтағынан бастайтын болсақ, мына жанына қарай кеткен міне бірінші ярустың бір бұтағы, оның ұшында міне жетекші бұтақ бар міне. Бұлған біз тиіспейміз, бұл бұтақты біз кеспейміз, бұл өсуі керек. Бұл өсуін жалғастырады. Ал енді қай бұтақтарға көп біз кесу жұмыстарын жасаймыз? Міне сол төменгі ярустың бұтағынан жоғары қарай кеткен мынау сияқты бұтақтар бар міне. Осы бұтақтың міне ұшы алынған, биылғы өсіп жатқан осылардың міне ұшы алынған. Мынаның да ұшы алынды, мынау тұрғанның да міне ұшы жұлынды міне. Соның жанында міне мынау тігінен кетіп жатыр. Бұның да мен ұшын осылай алып қоям. Жас бұтақ болса ұшын сындырып қойсақ болады. Егер де қатайып, нығайып кеткен болса секатормен кессек болады. Мынау тұрғанда міне күш алып жоғары қарай кетіп бара жатыр. Оның да ұшы міне сындырылған. Осы сияқты жұмыстармен айналысамыз міне. Бұтақ жанына қарай кетті. Ұшындағыға тиіспейміз. Төмендегілермен жұмыс істейміз. Әсіресе төмендегі болғанда мына жанына қарай, мынау сияқты жанына жайылып өскендерге де тиісе бермейміз біз. Өсуі бәсең, жанына қарай осылай кетіп жатса, оған да тиіспейміз. Бізде мынау приоритет үстіне қарай кеткендер. Мыналарды жұламыз. Мынау да қатты өспесе, бұған да тиіспейміз. Жанына қарай кетті міне. Ал енді мынау үстіне қарай кеткен мынаны, оны жұламыз ұшын. Немесе ұшын жұламыз. Ал егер де менде мынандай ұзындығы 50-60 см тігінен кеткен болса, мен оны кесіп тастаушы едім. Мына жерде 3-4 бүршік қалдырып кесіп тастауға болады. Осындай алып. Кеше ғана мен өрік ағашын көрсеттім, дәл сол сияқты
жұмыстарды бұл жерде жасаймыз. Бірақ та мына ұш жағын қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрбір жетекшінің ұшында осылай өсетін мүмкіндік қалдыруымыз қажет. Бәрін былайынан кесе беруге болмайды. Сол сияқты мына жоғарғы ортаңғы лидердің де ұшына тиіспейміз біз. Ол кете береді. Ал енді оның жанында мына бәсеке тудыратын мына сияқты бұтақтарды өткенде мен сындыруды көрсеткенмін. Бұл жерде менде сындырылған. Мына ортаңғы кетті жуан. Сонымен жуандығы бірдей, мына жерде 3-4 бұтақ сындырып алып тасталды. Мына жерде алынып тасталынды. Біреу, екеуін немесе үшеуін мына жерде алып тастаған орындары көрініп тұр. Ал енді мынаның жуандығымен мынау тең емес, мынау бәсең тұр. Бұл сияқтыларға тиіспейміз, бұлар өсе береді. Сонымен қатар міне жанына қарай кеткен бұтақта гүлдің бүршіктерімен қалыптасып жатыр. Ол жерде тігінен өсіп жатқан бұтақтар жоқ. Міне бар екен, міне бір мысал, оны да ұшын жуамыз. Сол кезде біз жуан, мықты өсуші еркек бұтақтарды емес, волчок емес, былай орысша айтқанда бір қалыпты өсетін бұтақтар қалыптастырамыз. Солай өсуді біз шектеген кезде ол не істейді? Олар шырынды өзің жіберетін жақтарын таппай, тағы да мына жақтан бүршіктер ояндырып, ол бүршіктер мына гүлдік бүршіктерге айнала бастайды. Бұл жерде жеміс ағашы не өседі, не гүлдейді. Біз өсуді шектей берген кезде ол гүлге айналады. Осы сияқты. Ал енді біз бұларға тиіспей жаз күнінде өсуіне мүмкіндік бере берсек, бұл жеміс ағашының жеміске кіруі кешеге береді. Өйткені өсуі мықты ағаш, өзіне сенімді ағаш жеміс бергісі келмейді жеміс ағаш. Әрбір бағытта өзінде ұш жағында біреуін ғана қалдырамыз, өзінің бағыттың жалғастырушысы. Қалғандарын шектейміз. Жанына бәсең өссе, оған тиіспейміз, тігінен кетті жұламыз. Осындай жұмыстар алма, алмұрт ағаштарында дәл осы мысалмен жасай берсек болады. Осы әрекеттерді жасаған кезде бізде келесі жылға мынау сияқты гүлдік бүршіктер көптеп қалыптасады. Міне мынау сияқтылар келесі жылдың гүл бүршіктері. Ал егер де мына өсуге мүмкіндік бере берсек, біз өсуді шектемесек, мынандай бүршіктер аз болады, гүл бүршіктері аз болады, аз салады. Осы жақта міне тұрған міне ішке қарай кетті, оны да шектейміз. Мына жерде екіге бөлініп кетті, біреуін алып тастаймыз, біреуін қалдырамыз. Мен әлгінде айтқандай, әрбір бағыттың жетекшінің бағыт жалғастырушысы біреу болады. Міне мынау шыққан бұтақ, оның ұшында біреу. Ұшындағыға тиіспейміз. Мен мынаны кесіп жатқан жоқпын. Осыдан шатыспаңыздар. Егер де мынаны да кесетін болсақ, бұл жерде енді ағаш не істерін білмей қалады. Мынау сияқты тігінен өскен бұтақтарды қайта өршіп, қайтадан оянып кетеді. Сондықтан да өсуіне де мүмкіндік беруіміз керек. Үш жағынан біреуін қалдырамыз. Қалған бұтақтарды міне шектейміз. Мынау шектелді, мынау шектелді, мынау шектелді. Ішке қарай кетіп тұрғандарын бәрі шектейміз. Сол кезде мына жерден биіктеп кетпейді. Егер де мынаны мен алмағанда, бұлардың биіктігі мынаумен теңдей болушы еді. Мына жер қаптап толып тұрушы еді. Біріншіден бұл жерде көлеңке болады. Көлеңке болғаннан кейін ішке күннің сәулесі түспейді. Сол кезде бұл жерде гүл бүршіктер қалыптаспайды. Біріншіден, екіншіден ағаш өзіне сенімді болады. Өсуіне сенімді болған кезде, ол мықты өсіп жатқан кезде, бұл жеміс беруді ойламайды жеміс ағаш. Сондай себептермен осы жұмыстарды жаз кезінде жасаған кезде өте тамаша өзінің нәтижесін береді. Келесі жылы бізде жеміс ашады бұйырса. Әсіресе жас ағаштарды және де мықты өсуші ағаштарды осылай жеміске кіргізуге болады. Мына жерде алмұрт ағашының мысалында сіздерге көрсетейін. Қарасаңыздар, міне жетекшінің бағытын жалғастырушысы, мына ұшындағыға тиіспейміз. Одан кейінгі міне оның бәсекелесін аламыз. Одан кейін, одан төмен орналасқан мынаны да кесеміз. Міне бұлардың ешқандай да бізге қажет жоқ. Қараңыздар, мынау да жоғары қарай кетіп тұр. Міне мынаны да алып тастаймыз. Сонымен қатар міне мынау жоғары қарай тігінен аспанға өрлеп кетіп жатыр. Ана бәсекелес жетекшімен бәсекелес болып, олармен бой таластырып жатыр. Көрдіңіздер ме? Мына жерде ашылды. Енді мынау жанына қарай кетіп тұр. Онда кішкене 3-тен 1-ін алып қоямыз. Одан кейін мынау да өте мықты өсіп, жоғары қарай
талпынып жатыр. Оны да шамамен 3-тен 1 бөлігін алып қоямыз. Міне сол кезде міне жетекшінің ұш жағындағы тиіскен жоқпыз. Одан төмен орналасқан ішке қарай өсушілердің барлығын кесіп алып тастадық. Осындай жұмыстарды жаз күнінде жасауымыз керек. Қарасаңыздар, мына ішке қарай күн түсуі ашылды. Мына жерде жапырақ жеткілікті, жапырақ та бұтақ та бәрі жетеді. Біз тек қана жоғары қарай өскен жетекшімен таласушы және де ішке қарай өсушілерді, көлеңке түсірушілерді алдық. Сол кезде мынау келесі жылы бізде кесу аз болады, сонымен қатар гүлдің бүршіктері көп қалыптасады. Осындай жұмыстарды міне атқаруымыз қажет. Алмұрт ағашы, алма ағашы, оларда ұқсас бір-біріне. Мынау сияқты жеміс беріп тұрған алма ағаштарында да, алма, алмұрт ағаштарында осы әрекеттерді жасаймыз. Мынау қарасаңыздар, міне бір бағытта өсіп жатқан жетекшінің жалғастырушысы, үш жағын біз өсуіне мүмкіндік береміз. Біреуіне өсуге мүмкіндік береміз, оны кеспейміз. Ал енді одан төмен жақта орналасқан осы сияқтыларды міне шектейміз. Мына жерден шектелген, кесеміз. Тігінен жоғарыға, әсіресе жоғары қарай кетіп жатқандарды осылай кесеміз. Мынау өзі шектелді. Сол сияқты міне бұл жерде жеміс болған кезде аса бір қатты жоғары қарай өсу болмайды. Өйткені мына жеміс салуға бұл жеміс ағашы өзінің күшін жұмсап жатыр. Біздің мақсат осы жеміске кіргізу ғой. Жеміске қалай кіреді, одан кейін бұлардың өсуі де бәсеңдейді. Әйтпесе оған дейін бұл жеміс аз болған сайын өсе береді. Өскен сайын жеміс аз бола береді. Ол бір-бірімен байланысты. Сондықтан да жаз кезінде жасалған осындай әрекеттер өте өзінің пайдасын береді. Осы сияқты шектей береміз. Жоғары қарай тігінен көрініп тұрады. Өзі кішкене бақылап қарасаңыздар, өзі ағаш өзі белгісін беріп тұрады. Қайсысы артық, қайсысы дұрыс өсіп жатқан бұтақтар екені көрініп тұрады. Осы сияқты міне ішке қарай тігінен жоғары қарай өскендерді осылай шектей береміз. Жетекшінің ұшындағы міне осылай қалдырамыз. Әрбір бағытты солай қалдыра берсек болады. Мына жерде де міне ұшынан өсуге мүмкіндік береміз. Ал енді төмен жағынан осы сияқтылар болса, міне олардың ұшын шектейміз. Кішкене қатайып кетіпті, секатормен кессе дұрыс болушы еді. Сияқты осылай жемістерді қалыптастырамыз, және де сонымен қатар келесі жылға гүл бүршіктерін қалыптастырамыз. Бүгінге осындай мәлімет. Жаз күнінде осы әрекеттерді жасаңыздар. Сол кезде келесі жылға гүл бүршіктерін қалыптастыруға және де жеміс ағашының шамадан тыс өсуіне шектеу қоюға болады осы әрекеттер арқылы. Келесі эфирде кездескенше.